Анасын отқа тастаған ұл. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Егер біздің видеоларымыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Осы жылы салған видеомыз өте қызықты, қорқынышты әрі ең соңында қарқынды болады. Онда видеомызды бастадық. Осыдан 20 жыл бұрын мен Рамазан айында, яғни ораза айында қатты мас болып іштім. Аулаға кірдім. Аулаға кіргенде не сөйлеп жатқанымды, не істеп жатқанымды өзімде білмес едім. Аулаға кірсем, тандырға от жақпақ болып жатқан әйелімді көрдім. Әйелім тандырға нан жабу мақсатында отын арқалауда. Бір кезде әйелім маған қарап, «Ой, құдайым-ау, ораза айында да, Рамазан айында да сен ішесің бе? Көрші құлаң көріп қалмасын», деді маған. Мені ішкерге тартқан әйелім көрші құлаң көріп қоймасын деген сөзден басқасы ешқайсысын айтпас еді. Ішкерге кіргізбек болды. Мен оны тебелеп тұрып ұрдым. Бір кезде әйелімнің даусын естіген анашым сыртқа орала шықты. «Әй, не болды?» деген дыбысымен үн қатты. Қарасам, анашым қолында тәспісі, басында намазхан орамалы шығып тұр. Қартайған сәтінде кіп-кішкентай боп кішірейіп қалған сияқты. Анам айқайлай жөнелді. «Ораза айында, яғни Рамазан айында да ішесің бе? Сені бұл жолға бастаған жораларың арам өлсін», деп қарғай бастады. Сол кезде шешемді көтердім де тандырдың ішіне лақтырып жіберіп, бетін жаптым. «Үніңді өшір», дедім. Әйелімді алдымдағын үйге кіргізіп, сыртынан қамап қойдым. Сол күйі ұйықтап қалыппын. Азында ерте тұрып, орнымнан қарасам, әйелім қара киініп жатыр екен. «Не болды? Анашым қайда?» деген үн қаттым. «Анаңыз қайда екенін білмейсіз бе?» деді әйелім. Анамның бөлмесіне қара асыға жөнелдім. Сол кезде тап бір анашым тәспімді және 2 рет қайтарып алайын, балам тоқтай тұр деген сияқты болып күдіктен тоқтап қалдым. Сол кезде әйелім айқайлап, «Намазханымызды өлтірдіңіз ғой, оразада үйімізге береке алып келетін оразшымыздан бізді айырдың ғой», деп айқайлады. Бұл сөзге сенбестен үйдің есігін аштым да жөнелдім. Үйіне ашып қарасам, Құран кітабы ашық. Жай намазы жайылып тұр. Анашым ешқашанда бұлай тастап кетпейді. Тандырханаға жөнелдім. Тандырға барып ашып қарасам, анамның орамалы, қолына ұстайтын тәспісі жатыр екен. Жерде жатқан нәрселерін көріп көздеріме елес-елес жастар келді. Арақ адамды ешқашанда жақсылыққа жетелемейтінін енді түсінген сияқты болдым. Арыстандай айбатты боласың, шошқадай қаңырап жатасың. Шайтанның жұмыстарын істеп жатқаныңды өзіңде білмейсің. Түрмеде осы уақытқа дейін 2-3 жыл отырдым. Одан кейін Алланың лайықты перзенті болу үшін талай жұмысты жасадым. Алайда өзімді ешқашанда кешіре алған жоқпын. Құрметті адамдар, арақтың пайдасының, жақсы қасиетінің және біреуін көзіңізбен көрген болатынсыздар. Осы уақиғадан үлгі алып, өзіңізге қорытынды шығарғансыз деген үміттемін. Егер біздің видеоларымыз сізге ұнап жатса, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Жақын достарыңызға таратыңыз. Айтады ғой, жақсылықты тарату, жақсылықты істемекпен тең. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.